Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бризоль тамағын жасайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Ең алдымен бізге тартылған сиырдың еті қажет. Одан соң майдалап туралған пияз қажет болады. Пиязды негізі осылай майдалап турап алған дұрыс, себебі ет тартқыштан өткізетін болсаңыздар, пияздың суы шығып, бризоль тамағымыз шықпай қалады. Екеуін қосамыз, одан соң үстінен дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Менде ол қара бұрыш, паприка және де тұз саламын. Тұзды салып болғаннан кейін, араластырып болғаннан кейін дәмін бір көріңіздер, жетпесе тағы да қоссаңыздар болады. Осылай мұжғылап тұрып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдым. Енді бризольдің жасалу тәсілін көрсетейін. Мен оңай тәсілмен жасаймын. Ол үшін осылай бір жұмыртқаны ыдысқа салып аламыз. Үстінен 2 ас қасық тартылған етті саламыз. Одан соң бір тектес масса болғанға дейін жақсылап осылай араластырамыз. Негізі бризоль жасаудың тағы бір тәсілі бар. Ол үшін етімізді домалақ пішіндес етіп пакеттің ішіне салып жайып аламыз. Одан соң жұмыртқаға малып, сосын қуырамыз. Бірақ ол тәсіл кішкене қиындау. Сол үшін мен жасайтын тәсілмен жасай берсеңіздер болады. Енді бризолімізді қуыруға кірісеміз. Ол үшін табаға азырақ май жағып аламыз. Бризолімізді осылай жұқа етіп, құймақ сияқты пісіретін боламыз. Әр бетін 5-6 минуттан пісіреміз. Бризоль осындай сарғыштау, қоңырлау түске енген кезде аударамыз. Бризоліміз пісіп шықты. Енді осы піскеннен кейін ескеретін бір жайт бар. Пісіп шыққаннан соң осылай бірден орап тастау керек, себебі суып қалғаннан кейін ол қалай орасаңыздар да сынып қала беретін болады. Сол үшін бірден пісіп шыққаннан кейін орап тастаймыз. Бризоль кез келген гарнирмен дәмді жүреді. Менде ол бұқтырылған күріш. Осылай ыдысымызға салып аламыз және үстінен осылай майонезбен, кетчуппен әрлесеңіздер болады. Мен енді барынша жасадым. Сіздердікі менікінен әдемі шығады деген ойдамын. Одан соң үстінен көк пиязды турап осылай себеміз. Біздің тамағымыз дайын. Дастарханыңызға, отбасыңызға ұсына берсеңіз болады. Қарап тұрғандарыңыздай өте қарапайым ингредиенттерден жасалғанмен өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұрикамал. Қош сау болыңыздар.